егер қажет болса экшн, егер қажет болса экшн. Қазақтың дарахан даласы продакшн, national sound, dig to it fashion. Барлықтарыңызға сәлем, құрметті қыздар, жігіттер. Сіздермен бірге Дархан Академи. Бүгін біз сіздермен бірге анатомияның кіріспе сабағы туралы айтатын боламыз. То есть қандай заттарды біліп бару керек бірінші күні, қандай тақырыптар болады примерно, қандай терминдерді, қандай сөздерді білу керек екені туралы бүгін сөйлесетін боламыз. Бүгінгі видеода айтатын заттар, қыздар, жігіттер, сіздерден бұны бірінші сабақта какой-то 20 минуттың ішінде сұрап кетуі мүмкін. Одан кейін основной сабақты сұрайды, но бүгінгі сабақ сіздің дальнейшем анатомияны жақсы түсінуіңіз үшін, анатомияда терминдерді дұрыс бөліп былай қарастыру үшін, дұрыс разбираться ету үшін өте маңызды болып табылады. Бүгін біз оң жақ қалай аталады, сол жақ қалай аталады, қандай жазықтықтарға адамды бөлеміз деген сияқты сондай заттарға тоқталамыз. Барлық жерде андай кіріспе сабақ сәл-сәл зеріктіретін болады, но барынша қызықты етіп өткізуге тырысамыз. Поэтому конспект дәптерлеріңізді алыңыздар, әдемілеп конспект жазыңыздар, себебі сол конспект дәптерлер сіздер өздеріңіз қайттан қарағыларыңыз келетін болу керек, ертең қайталап оқыған кезде. Потому что анатомияны сіздер бірінші, екінші курста өтесіздер. Кеттік. Жалпы анатомия деген ол бізде нені зерттейтін ғылым десе, сіздер білу керексіздер, айта алу керексіздер. Анатомия деген ол бізде адамның құрылысын в целом зерттейтін ғылым. Давайте мына жерге қазір анатомия деп ашайық. Окей, кеттік. Енді қазір мен жазып кететін бірнеше заттар болады. Сіздерге бұл зат қатты керек болмауы мүмкін. Сонда да жазып алсаңыздар, енді кіріспе деп дәптерлеріңізде тұрғаны әдем болар. Жалпы анатомияны біз былай бөліп қарастырамыз. Анатомия деген ағзаның құрылысын зерттейтін ғылым, иә? Енді анатомияны біз бірнеше топтарға бөліп қарастырамыз. Ең біріншісі регионарлы анатомия деп бөлеміз, немесе топографиялық анатомия. Регионарлы анатомия. Регионарлы анатомияны немесе топографиялық анатомияны сіздер 3-ші курста өтесіздер. Бұл жерде сіздер в целом бір аймақты өтесіздер. Бір аймақты толықтай қарастырып өтесіздер. Мысал үшін, бас. Сіздер бастың ішінде сүйектерді, бастың бұлшық еттерін, бастың қан тамырларын, бастың ішінде тағы не бар? Ағзаларды, солардың барлығын бір шолып өтесіздер, басты өтесіздер толықтай. Одан басқа, мысал үшін, мойынды өтесіздер, топографиялық анатомия, мойында бүткіл құрылымдарды өтесіздер, кеуде қуысын өтесіздер, кеуде қуысына бүткіл құрылымдарды өтесіздер деген сияқты. Арқада қандай ағзалар бар, қандай бұлшық еттер бар, қандай сүйектер бар, іш қуысы, солай өтесіздер. Одан кейін жоғарғы бөлімдер, немесе бос бөлім деп атады, свободный пояс деп қолдарды өтесіздер, және төменгі бөлімді өтесіздер, аяқ, иә? Қандай қан тамырлар бар, қандай құрылымдар бар, осыларды өтесіздер. Бұл бізде бірінші классификация, яғни регионарлы анатомия деп бөледі. Оны сіздер 3-ші курста өтесіздер. Бірінші курста сіздер жүйелі анатомияны өтесіздер. Жүйелі анатомия. Бұл жерде сіздер анатомияны жүйеге бөліп жіліктеп өтесіздер. Жүйелі анатомияда бізде бірнеше топтарға бөлеміз олар. Ең біріншісі тірек қимыл жүйесі бар. Тірек қимыл жүйесі. Ол жерде сіздер ең бірінші сабаққа барған кезде және анатомияның алғашқы, скорее всего, бір айлығында өтетін ол сүйек жүйесі, сүйектерді өтесіздер, немесе остеология деген ғылым, сүйектер зерттейтін остеология деген ғылым жазып аласыздар. Одан кейін сүйектерден кейін бұлшық еттерді өтесіздер, бұлшық ет жүйесін миология зерттейді, миология. Одан кейін буындық жүйе бар, буындарды зерттейтін артрология, және де одан кейін байламдық жүйе, ол не? Синдесмология. Осылардың барлығы қосылып тірек қимыл жүйесін құрайды. Одан басқа ас қорыту жүйесі бар. Ас қорыту жүйесі, мен қысқа жазып кетемін, сіздер өздеріңіз созып жазасыздар. Ас қорыту жүйесі бар, гастроэнтерология зерттейді. Бездер, ішкі бездер туралы ғылым бар, эндокриндік жүйе деп айтамыз, немесе эндокринология зерттейді. Бөлуші жүйе, урология зерттейді. 5-ші жыныстық жүйе, немесе жыныс жүйесі. Ол жерде ер кісілерді андрология, әйел кісілерді гинекология зерттейді. 6-ші жүйе тыныс жүйесі.
пульмонология немесе респираторлық жүйе деп айтамыз. Және осы жүйелердің барлығын қосылып, біз ішкі ағзалар туралы ғылым немесе спланхнология деп айтамыз. Спланхнология. Ең, былайша айтқан кезде, анатомияны оқыған кезде ең сіздерге оңай болатын жүйе осы спланхнология болады. Одан кейін мына жер жетіншісі бар. Ол бізде циркуляторлы жүйе, циркуляторлы айналым деген мағынаны білдіреді. Оның зерттейді ангиология деген ғылым, ангиология деген ғылым. Ол жерде сіздер екі түрлі жүйе туралы өтесіздер. 8-ші лимфа жүйесі, 9-ші кардиоваскулярлы, жүрек қан тамыр жүйесі, кардиоваскулярлы. Одан кейін 10-ші нерв жүйесі бар, нерв жүйесі, нерв жүйесін неврология. И одан кейін 11-шісі жабынды жүйе, жабынды жүйе, тері қатпарларын, оларды зерттейді дерматология деп осылай бөліп қарастырамыздар. Бұл бізде жүйелі анатомия. Одан кейін клиникалық анатомия деген бар. Клиникалық анатомия деген ол сіздердің өмірлік практикаларыңызда керек болады. Мысалы үшін, пациент 3-4 саусағымен қимылдата алмайды. Қандай сіңір, қандай нерв зақымданған деген сияқты осындай сұрақтарға жауап беру керек. Одан басқа анатомияны өткен кезде педиатрлар үшін өте қатты маңызды жастық анатомия. Жастық анатомия. То есть адамның жасына байланысты анатомия. Мысалы үшін 5 жаста бауыр осындай, 10 жаста бауыры басқаша деген сияқты өсет деген сияқты, немесе вообще жоқ болып кетеді деген сияқты осындай жастық ерекшеліктерді оқитын ерекшеліктік сондай анатомия. Одан кейін вариативный анатомия деп айтады. Вариативный анатомия. Ол дегеніміз, мысалы үшін, әр адамда анатомиялық құрылымы әр түрлі. То есть біз анатомия кітапты бірдей етіп жазады, көпшілікте статистикаға сүйеніп жазады қыздар жігіттер. Мысалы үшін, әлемде 80% адамда бірдей болуы мүмкін да, соны ол анатомиялық норма деп саналады. Бірақ кейбір адамдар чуть-чуть ерекшелік болуы мүмкін, оны уже патология деп санауға болмайды егер ол ағзаның қызметі барлығы нормаль болып тұрса. Осыны вариативті анатомия деп айтады. Мысалы үшін, қан тамырлар басқаша жатуы мүмкін да, 80% адамдағыдай емес, басқаша жатуы мүмкін. Бірақ ол оған ешқандай дискомфорт шақырып жатқан жоқ, патология шақырып жатқан жоқ, оны не зерттейді? Осы вариативті анатомия зерттейді. Енді келесі бізде қазір біздің айтатын анатомияда сіздер оқыған кезде сіздер жазықтық скелет бар ғой, скелет адамның қаңқасын сіздер определенный бір положение болады, исходное анатомическое положение деп айтады. Ол деген қалай? Адам тік тұрып тұрады және қолдары осылай алдыға қарай тұрады. Скелеттерді оқыған кезде сіздер өсіп тұрады скелет. Қолдары ашық, осылай денесіне жақын, аяқтары түзу, беті түзу, осылай қарап тұрады. Осыны исходное положение немесе положение фика деп айтады. Фиктің қалпы деп айтады. Көздер түзу қараған, бас түзу қараған, алақандар ашылған, алдыға қараған, денеге жақын, аяқтың саусақтары, табан барлығы алдыға қарап тұрады. Осыны исходное положение фика деп айтады. Анатомияны біз осындай қалыпта оқимыз. Окей, дальше кеттік. Енді фик қалпы түсінікті болса, бізде мына жерде мен бағана қайсы приложениеден қарап отырмын? Кажется, мынадан қарап отырмын. Міне қараңыздар, қыздар жігіттер, бағана айтқан фик қалпы деген осы. Адам, скелет, қаңқа, ол қайда қарап тұр? Ол алдыға қарап тұр. Міне, алдыға былай қарап тұр. Қолдары ашық тұр, алдыға қарап тұр. И аяқ табан барлығы түзу алдыға қарап тұр. Түсінікті болды. Енді келесі біздің өтетін ол жазықтықтар. Жазықтықтар дегеніміз не? Жазықтықтар дегеніміз адам тірейді ғой, біз тірейдіміз ғой, біздің алдымыз бар, артымыз бар, оң жағымыз бар, сол жағымыз бар, астымыз бар, үстіміз бар. Осы жақтардың барлығын біз қалай бөлеміз? Оңға солға бізді бөлу үшін оған жазықтық керек. Белгілі бір жазықтықпен ғана біз оны бөле аламыз. Анатомияда дәл солай. Кеттік. Жалпы, ең біріншісі біз айтамыз 3 түрлі жазықтықты өтеміз. Мен мына жерге жазайын, сіздер сосын бөліп жазып аласыздар. Сагитальды жазықтық деген бар, қыздар. Сагитальды жазықтық.
Сагиталь жазықтық. Ол деген қалай? Тура ортадан мынаны былай бөлеміз. Ол бізде қандай? Сагитальды жазықтық. Мынау бізде қазір қандай жазықтық? Түзу. Если адамды былай ортасынан бөлсек, енді өзіңе көрсетуге бола ма, болмай білмеймін, ладно, сіздер үйренсін деп. Қараңыздар, сагиталь жазықтық міне былай бөледі. Оң жақ, сол жақ. Оң жақ, сол жақ. Осы сагиталь жазықтық. Сагиталь жазықтық адамды қай бөліктерге бөледі десе, сіздер айтасыздар. Оң және сол. Оң жақ дегеніміз латынша декстер, сол жақ синистер. Синистер. Қазір мынау латынша переводтарын бәрін айтамыз әлі. Просто сразу заранее айтып кетейін дегенім, чтобы сіздерде естеріңізде жақсырақ қалу үшін. Сагиталь жазықтық. Одан басқа біз адамды жоғары және төмен деп бөлу керекпіз. Оны қандай жазықтықта бөлеміз біз? Аксиальды. Так, давайте мен былай жасайын. Аксиаль жазықтықта бөлеміз. Аксиальды жазықтық дегеніміз қалай? Аксиаль жазықтық дегеніміз былай, міне. Осылай бөлеміз. Немесе былай алатын болсақ, аксиаль жазықтық деген былай. То есть біз адамды жоғарғы жаққа және төменгі жаққа бөлдік. Аксиальды жазықтық бойынша. Жоғарғы жағын біз айтамыз супермен, супермен деп жаттайсыздар. Superior. Жоғары деген, төменгі жақты inferior. Inferior. Бұл екінші жазықтық. Үшінші жазықтық бар бізде. Ол фронтальды. Фронттың алдында жүрді деп айтады. Фронтальды дегеніміз адамды осылай шетінен қарап тұрған кезде осылай былай түзуінен бөлеміз. Міне осылай түзуінен бөлеміз. Сол кезде біз алдыңғы бөлімге бөлеміз адамды, фронталь жазықтықта, және артқы бөлікке бөлеміз. Алдыңғы бөлікті біз не деп айтамыз? Anterior деп айтамыз. Anterior. Артқы бөлімді posterior деп айтамыз. Posterior деп айтамыз. Жазықтар түсінікті болды деп ойлаймын. Одан басқа кесінділерді қолданады. Кесінділер қыздар. Препараттарды оқыған кезде кесінділерді қолданады. Кесінділерді, давайте мен мына жерге жазып қойын. Кесінді. Үшке бөледі. Көлденең деген бар. Көлденең. Бойлық деген бар. Және қиғаш. Қазір оны мына жерде, давайте неден қарайық. Сечение в анатомии. Мына жерде бір жақсы суреттер болса, сол бойынша қарайық. Мысал үшін, мынау қыздар жігіттер қандай поперечный, көлденең бөлген. Мысал үшін, так, оны сіздерге қалай сіз көрсетсем болады екен? Давайте былай көрсетейінші мені. Ойыма келді. Мына жерден жүректі шығарайық. Жүректі пока шығарамайды екенбіз. Окей, келесіде платный подпискамен жүрек шығарамыз. Ничего страшного. Мысал үшін, қазір мынау басты былай кесіп тастайтын болсақ, былайынан түзуінен кесіп тастайтын болсақ, үстіне крышкасын шешіп тастайтын болсақ, ол қандай? Ол көлденең кескен болып саналамыз. Міне. Мына суретте солай көлденең кескен. Көрдіңіздер ғой, орта бүйтіп шауып тастағанда, міне. Мына суретте мына жерде жақсы көрініп тұр. Көлденең кескен. Сол кезде біз нені көріп тұрмыз? Бауырды көріп тұрмыз, төмен қуыс вена, аорта, асқазан, соларды көріп тұрмыз. Одан басқа бойлық кесінді деген бар. Бойлық кесінді дегеніміз просто былай ортасынан бөлу ғой. Как будто былай ортасынан бөлген сияқты. Мынау бағана айтқан көлденең кесінді. Көрдіңіздер ғой? Давайте мына жерге.
Поперечное сечение. Мынау бағанағы көлденең. Бойлық дегеніміз. Мынаны алып, бұлай екке бөлу. Примерно. Бұлай екке бөлу. И одан кейін қиғаш деген бар, бұлай бөле салу үшін. Қиғаш деген осы. Окей. Бұл нәрселер қыздар жігіттер түсінікті болып ойлаймын. Осы затты сұрайды. Осы затты сабақта сұрайды. Енді дальше кетейік. Дальше терминология тоқталамыз. Терминология тоқталған кезде қалыптарға, яғни бағана айтқан положенияларға байланысты терминология бар. Соларды давайте тез айтып өтейік. Сіздердің көп уақыттарыңызды алмас үшін. Ең бірінші не бар? Жоғарғы деген бар. Жоғарғы. Бағана оны айттым, жоғарғы десе, значит, супермен деген жазу жоғары жақта тұрады. Superior. Одан басқа апикалис деген бар. Синоним ғой, апикалис деген. Апикс деген жоғары ұшы деген, ұшына қарай жақын деген сөз. Яғни жоғары дегеннің синонимі. Краниалис деген бар. Краниалис деген ол тоже супериордың синонимі. Краниалис деген бас сүйекке жақын, жоғары қарай жақын дегенді білдіреді. Одан басқа inferior немесе төменгі. Inferior деген бар. Inferior. Ол төменгі бөлімді білдіреді. Одан басқа caudalis деген бар. Caudalis деген құйрыққа жақын дегенді білдіреді. Және basalis, ол тоже синоним осы inferiorдың caudalis сияқты, ол негізіне жақын дегенді білдіреді. Одан кейін алдыңғы деген бар. Алдыңғы anterior деп айтамыз. Anterior. Алдыңғы дегенге синоним бар. Ventralis. И одан кейін rostralis деген тағы синоним бар. Артқыға синоним posterior. Точнее, аудармасы posterior. Артқы дегеннің. И оған синоним dorsalis. Нан жатталастар. Артқы деген ол dorsalis. Одан басқа медиалды деген бар. Медиалды деген ол біз бағана сагиталь жазықта былай адамды бөлдік қой. Так, давайте қазір тағы да бөлсек. Міне, сагитальды жазықтықта адамды бөлдік. Оңға солға бөлдік. Енді медиалды дегеніміз мынау денеге жақын жақ. Медиалды. Ортаңғы медианды сызыққа жақыны ол медиалды. Одан алысырақ болса ол латеральды. Медиалды және латеральды. Медиалис былай жазылады. Медиалис және латералис. Медианды сызықтан алыс. Латералис. Одан кейін оңайлары бар. Сол жақ дегеніміз синистер. Оң жақ дегеніміз декстер. Одан кейін тағы да біз нені бөлеміз? Қабаттарға байланысты бөлеміз, қыздар. Қабаттарға. Суперфициалис деген бар. Суперфициалис. Кітапта әлі мына сөздерді оқисыздар, ол бетки деген сөз. Бетки. Одан кейін интермедиалис деген бар. Ол дегеніміз орта деген сөз, орташа деген сөз, және профундус деген бар. Профундус деген терең деген сөз. Мысал үшін де адамның былай қол деп алайықшы, қолы менен бұлшықеттер, бицепс, мына жер саусақтар. Енді бұл жерде суперфициалис не болады? Адамның терісі суперфициалис болады. Бетке жатыр ғой, потому что. Ортаңғысы не болады? Интермедиус, условно айтайық, бұлшықеттер болады. Ал профундус ортасына жатқан сүйек болады. Осылай бөлеміз. Одан басқа тағы да біз бөлеміз. Сыртқы деген бар. Сыртқы, экстернус. Одан кейін ішкі деген бар. Интернус. Енді сіздер мектепте биологияны өттіңіздер. Терінің қабаттары бар. Эпидермис, дерма, гиподерма деген сияқты. Эпидермис ең сыртында тұрған қабат. Значит, ол не? Ол экстернус. Ал гиподерма болатын болса, ең астында жатыр, ол интернус, ішкі қабат.
иә. Эпидермис, мезодерма деп осылай бөлесіздер, короче. Мектепте оқыған заттарыңызды айтып жатырмын. Одан басқа не бар? Унилатеральды деген бар. Унилатералис және билатералис. Енді билатералис деген ол жұп ағзаларға тән. Мысал үшін, екі бүйрек бір-біріне билатеральды орналасқан. Немесе екі өкпе бір-біріне билатеральды орналасқан. Ал унилатеральды деген ол бір жағында орналасқан. Мысал үшін, көк бауыр. Одан басқа контрлатеральды деген бар. Контралатералис деген ол бір-біріне қарама-қарсы орналасқан деген сөз. Енді одан басқа ипсилатералис деген сөз бар. Ипсилатералис. Бұны өте көп қолданбайды. Және проксималис деген бар. Ипсилатералис деген смежный деген сөз. Проксималис және дисталис деп бөлеміз. Проксималис және дисталис. Проксималис, дисталис бұлар көбінесе аяқ қол саусақтарға не ғой? Бос бөлімдер деп айтады. Сол бос бөлімдерге тән. Мысал үшін, мынау қол, иә? Бос бөліме. Енді проксималис деген қалай? Проксималис деген денеге, мына жерге жақын бөлім. Дисталис деген денеден алыс бөлім. Мына жақтар дистальды бөлімдер. Мына жерлер проксимальды бөлімдер. Сол мына осылай. Бұдан басқа тағы да бізде қимыл қозғалысқа байланысты классификациялар бар. Қимыл қозғалыстар бізде бірнеше бағытта бар, қыздар жігіттер. Ең біріншісі қандай? Сагитальды бағытта бар. Сагитальды бағытта. Одан басқа фронтальды бағытта бар. Сагитальды бағытта бүгу, флексио және жазу деген бар. Экстензио. Бүгу. Бүгуді көрсетейін, енді бүгуді білмейтін шығарсыздар, иә. Бүгу, флексио, жазу, экстензио. Одан басқа бізде фронтальды жазықтықта бар. Әкету деген бар. Абдукцио. Және әкелу деген бар. Аддукцио. Енді әкелу деген қалай десе, фронталь жазықта міне. Әкелу. Осылай. Екі жазықтық қосылған кезде, қыздар жігіттер, екі жазықтық қосылуы мүмкін болғанда, күнделік жасап жүрген движениялар, екі жазықтың қосылған движениялары. Оларды циркумдукцио деп айтады. Циркумдукцио. Немесе ротацио деп айтады. Олардың өзіміз екіге бөлеміз. Медиалды және латеральды деп. Енді, мысал үшін, білек деп алайық. Білектің алдыңғы бөлімі, білектің артқы бөлімі, оң жақ бөлімі, сол жақ бөлімі. Условно сағат тілдерін былай қойып қояйық. Енді, если білегіңізді сол жақтан оң жаққа қарай, яғни медиалды бөлімге қарай бұратын болсаңыз, медианды сызыққа қарай бұратын болсаңыз, ол қандай? Медиалды немесе медианды ротация. Егер де білегіңізді сыртқа қарай былай бұратын болсаңыз, ол латеральды ротация. Одан жазықтықтардан бөлек қимылдар бар. Пронацио деген бар. Пронацио. Және екіншісі супинацио деген бар. Супинацио деген бар. Пронацио, супинацио. Былай жаттайсыздар.
пронацио деген былай, супинацио деген былай. Енді қалай жұтайсыздар? Суп деп тұр, сенің қолында сорпа бар. Суп несу. Супинацио. Пронацио, суп пролил. Супты төгіп алдың қолында. Міне. Суп несу, суп пролил. Супинацио, пронацио. Сөйтіп толып төлеймін. Кеттік дальше. Одан кейін үшіншісі плантофлексио және дорзифлексио деген бар. Дорзифлексио. Окей, бұларға тоқталайық. Көбінесе бұлар табанға байланысты. Табан немесе голеностоп деп айтады. Голеностоп. Тобық деп айтады. Мынау аяқ, былай мына аяқ тұрады. Осыған байланысты. Енді плантофлексио дегеніміз жазу, плантофлексио дегеніміз жазу, ол жазу дегеніміз қалай? Міне аяқ былай тұрса, плантофлексио деген былай. Қазір енді мен аяғымды көрсетпей қойын, жүн. Сіздер просто түсініңіздер. Плантофлексио былай. Одан кейін бізде екінші не бар? Дорзофлексио деген бар. Дорзифлексио дегеніміз бар. Дорзифлексио дегеніміз ол аяқ тұр, сен былай қарай бүгесің. Өздеріңіз бүк көріңіздер, түсінесіздер. Окей, кеттік. Дальше инверсио деген бар. Инверсио және эверсио деген бар. Эверсио. Инверсио деген. Міне аяң тұр ғой. Аяң тұр. Ішке қарай былай бұрсаң, ішке қарай аяғыңды былай бұрсаң. Қайырып алады ғой, ішке қаратып. Осы инверсио. Сыртқа қарай эверсио. Одан кейін алтыншысы элевацио деген бар, көтеру деген сөз. Жетіншісі бар, депрессио деген бар, соған қарама қарсы түсіру деген сөз. Депрессио деген түсіру деген сөз. Одан кейін сегізіншісі ретрузио деген бар. Және протрузио деген бар. Протрузио. Көбінесе самай төменгі жақсүйек. Самай төменгі жақсүйек буынына байланысты. Протрузио деген былай. Төменгі жақсүйекті алар шары. Ретрузио қайтан арқаға қайтару. Одан кейін 9-шысы ретракцио және протракцио деген бар. Протракцио. Бұлар жауырын мен бұғанаға байланысты. Протракцио жауырын мен бұғананы алдыға қарай иілу, ретракцияны арқаға қарай қайтару. Одан кейін апозицио деген бар және репозицио деген бар. Репозицио. Оппозицио деген бір-біріне қарама қарсы қою, репозиция оны қайттан алып келу. Міне, бірінші саусақ, бесінші саусақ қарама қарсы қойдың. Оппозицио, қайттан орын алып келдің, репозицио. Болды. Бұл қыздар жігіттер базовый бірінші сабақ. Мына нәрселерді сіздердің 20 минут іште. Енді бұл жерден сіздер нені сұрайды? Жазықтықтар сұрайды, қалған нәрселер сұрамайды. Но сізге анатомияны түсіну үшін бұл заттар керек. Поэтому конспект жазамыз. Дальнейшем тақырыптарды оңай түсінемесеңіз, мынаның барлығын оқу керек. Осымен видео сабағымыз өзінің мәресіне жетті. Барлығы сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Максимально қызықты етуге тырыстым. Егер де курс туралы толық ақпарат алғыларыңыз келсе, төменде номер тұрады, сол бойынша жазсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет.